Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жыл бойы аңсап күтетін наурыз көже дайындайтын боламыз. Әрине, әр аймақта әртүрлі жасайды. Бұл біздің үйдің рецептісі, өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сүрленген ет пен қазыны суға салып қайнатамыз. Көбігін алып, 2-2,5 сағат баяу отта пісіріп аламыз. Наурыз көжеге қосатындарымыз ақ жүгері, сары жүгер және бидай. Мен алдын ала ыстық су құйып, бір күн бойы бұқтырып қойдым. Сонда отта көп қайнатпайсыздар, уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Бір қайнап алған соң картоп қосасыздар. Мен сорпаға ешқандай тұз қоспадым, өйткені сорпамның дәмі күшті. Сүрленген ет болғандықтан тұзы бар. Етті майдалап турап алған соң сорпаға саламыз, бір араластырып аламыз. Сорпа тұп-тұнық, дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалауларыңыз бойынша айран, құрт қоссаңыздар, өте дәмді болады. Барлықтарыңызды наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Әр жанұяға бақ-береке алып келсін, ақ мол болсын. Наурыздан наурызға аман-есен жете берейік. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.